Бүгін бізде Пеле, Рождение легенды фильмі. Шынайы өмірден алынған фильм Швециядағы репортаждан басталады. 1958 жыл СССР мен Бразилия құрамының кездесуі өтейін деп жатыр. Бразилия құрамында 17 жасар жаңа ойыншы Пеле атымен танымал Эдсон Арантис ду Насименту, болашақ жұлдыз Пеле, үлкен стадионға шықты. 8 жыл бұрын Бразилия, Бауру қалашығы. Қала көшелері кедейшіліктен өршіп тұр. Кішкентай балаларда үлкендерден қалыспай, азғантай ақша табу үшін жұмыс жасап тіршілік етуде. Бос уақыттарында олар бір-бірімен тілдесіп, футбол ойнайды. Ойындардың бірі балшық атысумен аяқталды. Кішкентай Пеле мен оның інісін таяқ күтіп тұр. Ата-анасы екеуін жазалау үшін радио тыңдатпай қойды. Ал бүгін радиода 1950 жылғы әлем чемпионатының финалы Бразилия мен Уругвай кездесетін сәт. Кедей балалар бардың шатырына шығып, финалды тамашалауды шешті. Өкінішке орай Бразилия құрамы ұтылып қалады. Бұл бүкіл елге қайғылы жаңалық болды. Футбол өмірдің бір бөлігі болып кеткендіктен адамдар мұңаяды. Кішкентай Пеле жылап отырған әкесіне келіп, бір күні кубок ұтам деп уәде береді. Келесі күні Эдсон анасымен бірге байдың үйін тазалауға келді. Кішкенеден соң үйге сол үйдің баласы мен оның достары кіреді. Олар жаңа жуылған еденді лас аяқтармен басып, тазалаушыларды кекету үшін доп теуіп, шелекті төгеді. Анасы баласы үшін мажорлардан кешірім сұрайды. Бұл оқиға болашақ жұлдызға теңсіздікті айқын көрсетті. Жұмыс аяқталғасын Пеле қаладағы футбол жарысы туралы газет қалдығын алып кетеді. Бала достарымен бірігіп жарысқа жазылады және алғашқы ойында гол соғып көзге түседі. Пеленің командасы жарыс кезінде үздіктер қатарына кірді. Олар тіпті үйден ұрланған простинядан форма жасап алды. Жарысқа мажор балалар да қатысуда. Олар жалаң аяқ жүрген кедей командаға күліп кемсітеді. Пеле және достары аяқ киім сатып алу үшін арахис ұрлап базарда сатты. Келесі күні байдың балалары келіп, тағы да Пеле мен оның достарына күлмек болады. Бұған шыдамаған Пеле олардың бірін шапалақпен тартып жібереді. Төбелес басталды, бірақ көп ұзамай үлкендер келіп, бұны тоқтатады. Үйге таяқ жеп келген Пеле анасына мұғалім ұрды деп өтірік айтады. Бірақ әкесі басқаша болғанын сезіп тұр. Ол баласына төбелестің арты жақсылыққа апармайтындығын түсіндіреді. Жарыста кедей балалар көлемі үлкен, біреуден қалған буциларын киеді. Ойынды тамашалауға кәсіпқой клубтың рекрутері келіпті. Оның бұндағы мақсаты жас таланттарды тауып, үлкен жұлдызға айналдыру. Пеленің командасы байдың балаларына қарсы ойнауда. Дене көлемінің арқасында мажорлар алда келеді. Бұл Эдсонды қатты ашуландырды. Ол көрермендердің арасынан әкесін көріп, буциын шешіп бақтырады. Оған жалаң аяқ ойнаған ыңғайлы. Арқасынан жүк түскендей қуанған Пеле көшеде қалай ойнағанын еске түсіріп, қарсыластарынан өту үшін өз тәсілдерін қолданады. Сол арқылы барлығын таңғалдырып гол соғады. Пелені көрген достар да аяқ киімдерін лақтырып, жалаң аяқ ойнауға кірісті. Балалар мажорларды қуып жетті. Тек соңғы сәтте бір гол жіберіп ұтылып қалады. Соған қарамастан көрермендер Пеле деп айқайлауда. Пеле деп Эдсонды мажорлар атайтын. Енді бүкіл қала. Ойын аяқталғасына рекрутер Пеленің әкесіне келіп, өз визиткасын тастайды. Дәл осы сәтте алаңға арахис ұрлаған жүк тасушылар келеді. Балалар қашып жаңбырдың арқасында тығылды. Көп ұзамай балалар ажырап, Пеле бір баламен апанға тығылады. Кішкенеден соң жаңбырдың кесірінен апан бітеле бастайды. Пеле шығып үлгерді, ал оның досы тірілей көміліп қалады. Жүк тасушылар келіп, балаға көмектеспек болды. Алайда бәрі кеш. Оның денесін үйіне апарды. Кешке Эдсон бәрі менің кесірім деп өз кінәсін мойындайды. Сосын жылап ұйықтап қалады. Әкесі келіп, балаға рекрутер қызыққанын айтты. Алайда әйел оның әкесіне көмектесіп еңбек еткенін қалады. Пеленің әкесі де бұрын футболшы болған. Жұмыс кезінде ол баласына мангомен бірнеше трюк үйретеді. Бірақ қазір Пеле футбол ойлайтын халде емес. Ол досының өліміне өзін кінәлап жүр. Уақыт өте келе әкесі баласының футболға деген отын қайтадан жаға алды. Арада бірнеше жыл өтті. Бұл уақыт ішінде Пеле жеміспен ойнап, допты тізгіндеуді үйренеді. Анасы баласының қызығушылығын көріп, ешкімге айтпай үйге рекрутерді шақырады. Рекрутер баланы көріп, Сантос клубына ілігу үшін жарысқа шақырады. Бала қуанып, анасына рахметін айтты. Пеле басқа қалаға аттанбақ. Бұрын соңды басқа қалаға барып көрмегендіктен уайымға салынды. Пеле көлікке мініп, отбасымен қоштасып, жаңа өмірге қадам жасады. Оқиға Сантос қаласына ауысты. 1956 жыл. Пеле басқа да үміткерлермен бірге жаттығуда. Киім ауыстыратын жерге іріктеуден өткен адамдардың аты жазылған тақта ілінді. Ішінде Пеленің аты да бар. Тренер өткен матчта қалай ұтылғандарын көрсетіп, баланың командалық жұмысқа махаббатын ашпақ болды. Пеле футболды заңды жолмен көтерілуге болатын жалғыз мүмкіндік екенін түсінеді. Сондықтан да бос уақытын жаттығуға арнады. Жолдастық матч кезінде Пелеге пенальти тебу мүмкіндігі бұйырды. Бірақ сенімсіздігінің кесірінен бала допты далаға тебеді. Бұны Пеле ойынан шығара алмады. Түнде ол өзін әлсіз санап, заттарын жинап үйіне оралуды шешті.
пойыз күтіп тұрғанда артынан рекрутер келіп баланы қайтып оралуға көндіреді. Пеле оралып жолдастық матчта ойнауда. Ол байқаусызда біреуге соғып кетіп жерге құлайды. Пеле жерде жатып әкесі айтқан сөздерін еске түсірді. Бала орнынан тұрып әкесі көрсеткен стильмен барлығын алдап өтеді. Сосын айналып гол соғады. Пелені тренер шақырып алып осылай жалғастыра бер деді. Пеле матчқа оралып ойынын жалғастырды. Жаңа әдіс арқылы гол салып команда арасында абыройы өседі. Жаттықтырушылар баланың талантын байқап, жастар құрамынан негізгі құрамға ауыстырады. Бұл жақта да Пеле адамдарды таңғалдырумен болды. Күндердің бір күні Пеленің ата-анасына газ плитасын әкеледі. Сөйтсе бұл баласының сыйлығы екен. Пеле әкесіне радио сыйлады. Радиода келесі әлем чемпионатына Бразилиядан шығатын ойыншыларды хабарлайын деп жатыр. Ең соңында Пеленің аты аталып, ұлттық құрамның атынан шығатын болды. Әкесі баласына бұрынғы формасына ұқсас киім беріп шығарып салды. 1957 жыл. Рио-де-Жанейро қаласында Пеле ұлттық құрамның басқа да мүшелерімен танысады және құрамдағы орынға бақталысатын Жозені көреді. Жозе бұрынғы байдың баласы. Пресс-конференцияда Жозе Пелеге тиіседі, бірақ Пеле өз-өзін ұстап қалды. Жас баланың ойын стилі құрам бапкері Фиолаға ұнамайды және Пеледен стильді өзгертуін өтінеді. Жаттығу кезінде Пеле өз стилімен ойнайын деп тізесін жарақаттап алды. Дәрігер келесі сезонда ғана ойнай алатындығын айтты. Бірақ соған қарамастан Пеле Швецияға аттанды. Сцена 1958 жылғы әлем чемпионатына ауысты. Бразилия құрамы аутсайдер қатарында. Көптің болжамы бойынша жеңіс Швеция мен Францияныкі. Дәрігер Пелеге диагноз қойды. Оған алаңда ойнауға болады, тек ауыртпаушылықпен. Фиола Пелені қосалқы құрамға ауыстырды. 15 маусым келіп жетті. Бразилияға қарсы СССР ойнайды. Пеле алаңға шығып, күліп, мазақ етіп тұрған жанкүйерлерді көрді. Бірақ оларға мән бермей сабыр сақтап қалды. Ойын басталды. Қарсыластарының алып денелеріне қарамастан, Бразилия алғаш боп гол соғып есепті ашты. Соңында 2-0 қылып СССРді жеңеді. 24 маусым, жартылай финалда Бразилияның қарсыласы фаворит Франция. 17 жасар Пеле бар күшін салып ойнайды. Алайда тәжірибелі қарсыластарынан өте алмады. Бірінші тайм аяқталып, команда демалуға кетті. Пеле Жозенің орнына шыққан еді. Ол Жозеге келіп, ауысқысы келетінін айтады. Мажор бас тартты. Оған турнир қожайындарының оны еуропалық емес, бразилиялық деп атайтыны ұнамайды. Жозенің түпкі тамыры Еуропада екен. Мажор Пеленің ойынын мақтап, ары қарай жалғастыра беруін өтінді. Екінші таймда Пеле тренер айтқан тактиканы қойып, өз стилімен ойнауды шешті. Ол жолдастармен бірге қарсыластарын алдап өтіп, секіріп гол соғады. Сәлден соң екінші голды салды. Бірнеше минуттан соң Пеле тағы да гол салып, ойынды хет-трикпен аяқтайды. Бұны бардағы әкесі көріп, қатты қуанды. Бразилия финалға дайындалуда. Тренер тактикасын түсіндіруде. Дайындыққа 4 күн берілді. Олар күні-түні жаттығумен болды. Финалда Бразилияның қарсыласы Швеция. 29 маусым келіп жетті. 1958 жылғы әлем чемпионатының финалы. Көптеген адамдардың ойынша Бразилияда Швецияны жеңуге шанс жоқ. Бірақ та Пеленің туған елі жеңіске сенеді. Пеленің футболға қызықпайтын анасы да матчты тікелей эфирден қарап отыр. Матч басталды. Швециялықтар дөрекі ойнауда. Алайда төреші байқаған жоқ. Пеле допты алып, қарсы шабуылға шықты. Алайда қарсыластары оны құлатып, допты тартып алады да гол соғады. Жас Пеле Бразилия жанкүйерлерінің көңілсіз отқандарын байқайды. Пеле бұдан күш алып, керемет пас берді және Бразилия гол соғып, есеп теңеседі. Ойын аяқталуына әлі ерте. Бразилиялықтар уақытты жақсы пайдаланып, тағы бір гол соқты. Келесі шабуылда сәтті болып, есеп 3-1 болды. Соңында есеп 5-2 болып, Бразилия жеңіске жетеді. Бразилия алғаш рет әлем чемпионы атанды. Жолдастары Пелені көтерді, ал Пеленің туған жеріндегі халық көшеде жеңісті тойлауда. 17 жасар Пеле әлі күнге шейін ең жас әлем чемпионы. 62 мен 70 жылдарда оның командасы тағы да кубок жеңіп алды. Пеле 3 рет әлем чемпионы атанған жалғыз ойыншы. Бүкіл карьерасында Пеле 1283 гол соқты. Бұл жағынан да оны әлі күнге дейін ешкім ұза алмады. Пеле тек бір матчта 5 гол соға алған жоқ. Бұл рекорд оның әкесіне тиесілі. Осымен видео аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.